Бота ТV. Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге Ботиманка. Мұнаны өз көзіңмен көргенде елестетіп көрші. Айналаңда тек биік таулар, ал астыңда тұңғиық 400 метрлік шыңырау каньон. Сен болсаң сол құздың дәл шетінде бар болғаны бір ғана жұқа белдікке жабысып, кәдімгі качеледе тербеліп ұшып жүрсің. Астыңда жер де жоқ, ештеңе жоқ, тек соққан жел мен түпсіз бос ауа. Немесе балалық шағыңды есіңе түсір. Ауладағы сырғанаққа шықтың, барынша қатты екпінмен сырғанадың да жердегі құмға емес, кәдімгі тас бетонға басыңмен көрсете түстің. Қорқынышты түс сияқты, бірақ бұл ешқандай да кино емес, кәдімгі өмірде болған нақты шындық. Дүние жүзінде әлінге дейін тұрған, кейбіреу тіпті әлінге дейін жабылмай жұмыс істеп тұрған сондай бір алаңдар бар. Суретін көргенде мұны салған адамның бас демейме деп жағаң ұстайсың. Бүгін біз сендермен бірге әлемдегі ең қорқынышты, ең қауіпті 10 ойын алаңы мен аттракционын бастан аяқ көріп шығамыз. Кейбіреуі өткен ғасырдың қателігі болса, кейбіреуі қазірдің өзінде адамдардың жүрегін аузына тығып жүр. Сондықтан видеоны соңына дейін асықпай қарап шығыңдар. Себебі бірінші орында тұрған нәрсе сені шынымен шок қылуы мүмкін. Каналымызда қазір 40 мың тіркелуші бар. Осыны бәріміз жабылып, тезірек 100 мыңға жеткізіп тастайықшы достар. Видеоға лайк басып, төменге пікір жазып кеттіңдер. Әр лайктарың маған үлкен мотивация береді. Дайын болсаңдар, кеттік. 10-шы орын. Trinity Play Park'ы. Алдымен 1913 жылдары түсірілген мына бір ескі ақ-қара суретке мұқият қараңдар. Бұл кезде әлі бірінші дүниежүзілік соғыста басталмаған кез. Бұл заманның балаларында вообще сезім немесе қорқыныш деген болмаған сияқты. Алаңдағы сатылар, биік бөренелер мен темір горкалар кәдімгідей бірнеше метр биіктікте аспанда қалқып тұр. Ал балалар болса ешқандай сақтандырғышсыз, қоршаусыз ең үстінде асылып, күліп ойнап жүр. Қазіргі заманның көзімен қарасаң, бұл жай балалар алаңы емес, нағыз экстрим өліммен ойнау. Бір аяғың шалыс кетсе, төменге құлап мойның үзілді дей бер. Құдай сақтап, архив жазбаларына қарасақ, Trinity Play Park'ы қазір жабылған. Оның орнына әлдеқайда қауіпсіз әрі жұмсақ жаңа парк салыпты. 9-шы орын. Қолдан жасалған су горкалары. Су горкалар десе көз алдымызда аквапарктер келеді ғой. Бірақ адамдардың өз қолымен жасаған шедеврлерін көрсең, не күлеріңді, не жыларыңды білмейсің. Мысалы, мынау Ну ормандағы қолдан жасалған мына горканы қараңдар. Қай ел екен белгісіз, бірақ идеясы деген сұмдық. Кәдімгі ағаш тақтайларға қара қоқыс пакеттерін төсеп, су құйып қойған. Адамдар одан төмен қарай қатты жылдамдықпен зулап келеді де, трамплиннен ауаға бірақ ұшады. Сосын бірнеше метр ұшып барып, горканың екінші бөлігіне құлайды. Ал құлайтын жерге бар болғаны бірнеше ескі жыртық-жыртық матрастарды тастай салған. Сәл горкадан ауытқып кетсең, тура тасқа немесе ағашқа соғыласың. Нағыз мисыздық деген осы шығар. Ал тағы бір осындай ақылға сыймайтын горка Бангкоктегі үлкен сауда орталығының дәл шатырында орналасқан. Көп қабаттағы ғимараттың ең төбесінде бірнеше сырғанақ бар. Біреуі дәл шатырдың шетіне тым жақын орнатылған және ешқандай қоршау жоқ. Яғни қатты епкін алып, тоқтай алмай қалсаң, шатырдан төменге тура асфальтқа ұшып кетуің әбден мүмкін. 8-ші орын. Цемент ленд. Бұл жер кезінде кәдімгі тасталған ескі цемент зауыты мен қалалық қоқыс төгетін орын болған. Жылдар бойы мұнда тонна бетон, сынған кірпіштер мен тот басқан темірлер жиналған. Бірақ Боб Кассили деген мүсінші осы қоқыстарды көріп, мен мына жерден керемет аттракцион жасаймын деп шешеді. Ол 10 жыл бойы тасталған техника мен темір қалдықтарынан алып қамалдар, мүсіндер мен құбыжықтар тұрғыза бастайды. Бірақ 2011 жылы бұл оқиға өте қорқынышты жағдаймен аяқталды. Бобтың өлі денесі дәл осы зауыттың ішінен табылды. Алдымен оны экскаватор басып кетті десе, кейін белгісіз біреулердің ұрып өлтіргені анықталды. Ол өлген соң жоба тоқтап қалды. Қазір бұл жер қараусыз қалған, үйсіздер мен күмәнді адамдар жиналатын қорқынышты аймақ. Тіпті жергілікті халық бұл тастаны зауыттың аймағында бірнеше адам із-түзсіз жоғалып кеткен деп те айтады. Қазір мұнда кірудің өзі өмірге өте қауіпті. 7-ші орын. Польшадағы тыйым салынған горка. Қазіргі заманда балалар алаңдары барынша қауіпсіз, пластиктен немесе резеңкеден жасалады ғой. Күнге қызбайды, соғылсаң да қатты ауыртпайды. Ал Польшада бір кездер адамдар қауіпсіздік туралы мүлдем бас қатырмаған кезде жасалған бір горка бар. Ол кәдімгі металдан жасалған, 4 жерінде бұдыры бар және тым тік орналасқан. Оның кесірінен адамдар сырғанап келе жатып, сол бұдырдан секіріп ауаға кәдімгідей ұшып кететін болған. Бір видеода бір ер адамның горкадан ұшып барып, жерге қалай оңбай құлағанын көруге болады. Ақыры жарақат көбейген соң, билік бұл горканы ресми түрде жауып тастаған. Бірақ бәрібір экстремиз дегендер әлінге дейін бар, секіріп тұрады екен. Америкада дәл осындай бір темір горка бар. Күн ашықта ол кәдімгі сырғанақ сияқты көрінеді, бірақ жаңбыр жауып беті суланса болды, сырғанаған балалар лақтырылған доп сияқты ауаға атылып ұшады екен. 6-шы орын. Century Fury. Ауладағы дөңгелек карусельдерді бәріміз жақсы білеміз. Бала кезде оны бар күшімізбен айналдырып, ұшып кетіп құлап жатсақ та бәрібір мәз болып қайта мінетін едік қой. Ал мына
центрифюри деген нәрсе біз білетін карусельдің ең қатыгез әрі экстремалды түрі. Ол арнайы Red Bull жарысы үшін жасалған. Бұл жартылай ойын, жартылай аса қуатты реактивті карусель. Мұның ережесі былай: қатысушылар орындыққа отырады да арнайы кнопканы басып тұрады. Түймені басып тұрған сайын карусель ақылға сыймайтын жылдамдықпен айнала береді. Адамға түсетін салмақ соншалықты ауыр, кәдімгі ғарышкерлер жаттығатын центрифугадан еш айырмашылығы жоқ. Тек біреу шыдамай кнопкадан қолын алған кезде ғана тоқтайды. Бұл жерде құлап қалмау үшін адамды мықтап байлап қояды. Бірақ басың айналып, жүрегің айнып, есіңнен танып қалуың мүмкін. 5-ші орын: үлкен каньон үстіндегі качели. Кейбір адамдарға жай ғана биік үйдің балконнан немесе құздың шетінен төмен қараудың өзі сұмдық қорқынышты болып көрінеді. Ал енді елестетіп көріңдерші, сол 400 метрлік шыңыр каньонның үстінде кәдімгі качелиді ұшып жүрсің. ақш-тың Колорадо штатында Гленвуд үңгірлерінде дәл осындай әлемдегі ең қорқынышты аттракцион бар. Бұл таулы демалыс паркінде орналасқан. Бұл алып әткеншек 4 адамды отырғызады да сағатына 80 шақырым жылдамдықпен тура каньонның шыңырауына қарай лақтырып жібереді. Астыңда тек тұңғиық тастар мен өзендер. Бар болғаны 54 секундқа ғана созылады екен. Бірақ сол жерде отырған адамдар үшін бұл 54 секунд мәңгілік сияқты болып көрінеді. Бүкіл өмірің көз алдыңнан өтіп кетуге 1 секундта жетіп жатыр. 4-ші орын: Мидера альпілік горкасы. Кәдімгі америкалық горкаларды жасаған кезде ғалымдар мен инженерлер мыңдаған сағат бойы сызба сызып, әрбір бұрылсын, қиылсын, әрбір секундын есептеп шығарады. Адам зақымданбасын деп барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап тексереді. Ал альпілік горкалар деген ондай қауіпсіздік талаптарына пысқырып та қарамайтын заманнан қалған дүние. Олар көбіне таудың қия беткейіне қисайтылып орнатыла салады. Тіпті кейбір жерлерінде кәдімгі темір жол рельстерін кесіп өтетіндері де бар екен. Арнайы шана тәрізді арбаға отырып, төмен қарай қатты жылдамдықпен зулайсың. Қолыңда тек бір ғана қарапайым тежегіш рычаг болады. Егер жылдамдықты асырып жіберсең, сол темір жолдан ұшып кетіп таудан төмен құлау оп-оңай. Сондықтан бұл жерге барғанда жай ғана тежегішті басып, ақырын жүріңдер деп босқа ескертпейді екен. 3-ші орын: Твердегі балалар алаңы. Қоқысхана немесе свалка дегенде көз алдарыңа не елестейді? Лас жер, қаңғыбас иттер, шіріген, сасыған қоқыстар елестейді емес пе? Ал Ресейдің Твер қаласында бір жергілікті тұрғын қоқыс үйіндісін көріп, мынау балалар алаңына таптырмас заттар ғой деп ойлапты. Сөйтіп ол қоқыстан жинап алған заттардан балаларға арнап алаң жасап шыққан. Тот басқан карусельдер, үстінен улы қорғасын бояу ағып жатқан қисық темірлер, ескі трактордың үлкен дөңгелектері. Тіпті көргенде кинодағы азаптайтын құралға ұқсайтын біртүрлі қорқынышты құрылғылар да бар. Бұл жерде ойнаған бала сау қайтпайды. Не денесін темірге тіліп алады, не тот басқан шегеге түсіп қауіпті ауру жұқтырып алады. Бұл балалар алаңы емес, нағыз қорқынышты фильмнің декорациясы сияқты. 2-ші орын: Бак Джамп ойын орталығы. Кино түсіргенде каскадерлардың биіктен үрлеген үлкен ауа жастығына секіретін бәріміз көргенбіз ғой. Жарылыстардан қашып көліктен секіріп жатады. Бірақ есі дұрыс ешбір ата-ана өз баласына ондай биіктен секіруге рұқсат бермейтіні анық. Ал Эстонияның Таллин қаласындағы бакджамп орталығында балалар дәл осыны күнде істейді. Бұл экстремальды паркте батуттар мен горкалардан бөлек ең басты аттракцион бар. Ол 52 метрлік алып құрылыс краны. Балалар сол 52 метр биіктікке көтеріліп, төменде тұрған ауа жастығына еш қорқынышсыз секіреді. Шамамен 4 секунд бойы кәдімгідей еркін құлауда боласың. Осы жерде Даниэл Мол деген бір экстремал жігіт аяғымен жоғары қарап, асылып тұрып секіріп, ауада 2 рет айналып барып жастыққа түскен. Балалар түгілі ересек адамдардың жүрегі дауаламайтын нағыз қауіпті нәрсе ғой. 1-ші орын: Терка горка. Ал енді 1-ші орында әлемдегі ең ақылға сыймайтын, көрген адамның төпе шашын тік тұрғызатын горка. Бірақ мұның артында өте маңызды әрі мұңды бір тарих жатыр. Медицинада булезді эпидермализ деген сирек кездесетін ауыр генетикалық ауру бар. Бұл аурумен туылған балалардың денесі теріні ұстап тұратын арнайы ақуыз болмайды. Соның кесірінен олардың терісі тым нәзік, кәдімгі көбелектің қанатындай болады. Сәл ғана қаттырақ ұстасаң немесе тиіп кетсең, терісі сыдырылып, ауыр жарылар пайда болады. Сол себепті оларды бүкіл әлемде көбелек балалар деп атайды. Осы ауруға бүкіл қоғамның назарын аудару үшін Австриядағы жарнама агенттігі осындай әлеуметтік сурет жасап шығарған. Олар кәдімгі балалар сырғанағын бетін өткір ас үй үкішімен, яғни теркамен біріктіріп қойған. Бұл сырт көзге пила фильмдегі адам азаптайтын құралға ұқсайды. Әрине, бұл нақты істеп тұрған сырғанақ емес, бірақ ол сол аурумен ауыратын кішкентай балалардың әрбір күні қандай қиындықпен ауырсынумен өтетін көрсету үшін жасалған өте мағыналы символ екен.
Міне достар, әлемдегі ең қауіпті әрі ерекше 10 алаң мен аттракциондар осындай. Ал сендерге осылардың ішінде қайсысы бәрінен қорқынышты көрінді? Өзің бала кезіңде ауладағы сынған горкадан немесе каруселден құлап жарақат алып көрдің бе? Ойын алаңдары қандай болу керек деп ойлайсың? Міндетті түрде төменге пікірлеріңді жазып кетіңдер. Мен барлық комментарийлерді оқимын. Бірге талқылайық. Егер осы видео ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Алда бұдан да қызықты видеолар өте көп болады. Видеоны аяғына дейін көргендеріңе көп рахмет. Келесі видео шыққанша кездескенше сау болыңдар. Ей, не істеп жүрсің? Ей,